Ал Алматыда быйыл кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 112 жоба қаржыландырылған. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияға қарасты Алматы Финанс пен Алматы микроқаржы ұйымдары шағын және орта бизнеске 8 миллиард теңге несие берген. Нәтижесінде мегаполисте 726 жаңа жұмыс орны ашылды. Мемлекет берген мүмкіндікті пайдаланып, жоспарын жүзеге асырғандардың бірі Омар Фахратов. Кеңсе қағазын шығаратын өндірісті іске қосу үшін 6% жеңілдікпен 120 миллион теңге несие алған. Шағын кәсіпорын айына 100 тонна қағаз шығаруға қауқарлы, соның арқасында отандық тұтынушылардың импорттық өнімге тәуелділігі төмендемек. Өте қатты бізге көмегі тиді. Біріншіден біздің кәсіпкерлікті дамыту үшін мысалы бізге шикізат керек. Соны алып келуге, яғни ақша керек болды. Ендігі мақсат қағазбен ғана шектелмей, дәптер және де бүткіл қағазға байланысты дүниелерді шығару және өндірісті кеңейту. Бүгінде зауытта 10 адам еңбек етеді. Келешекте олардың санын арттырып, 2 ауысымдық жұмыс кестесін құру көзделген. Жалпы Алматы бизнес 2025 бағдарламасы аясында соңғы 5 жылда 690 жоба қолдау тапқан. Сонымен қатар 8,5 мың жаңа жұмыс орны ашылыпты. Ең негізгі бағыттар бұл шағын өнеркәсіп парктерді салуды қаржыландырудан бөлек, өндіріс және қайта өңдеу, денсаулық сақтау, туризм салаларында жобалар жүзеге асырылды. Сонымен қатар спорт және халыққа қызмет көрсету саласында да жобалар қаржыландырылды. Осы жобаларды іске асыру барысында 726 жаңа жұмыс орны құрылды. Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының еншілес ұйымдары 2 және 6% мөлшерлемемен 7 жылға дейінгі мерзімге несие береді. Мекемелер алдағы уақытта шаһардың экономикасын жақсартуға бағытталған жобаларды қолдауға көп көңіл бөлмек. Ернұр Медет, Ержан Жаңмырбай, Ұлттық арна, Алматы.